стойкасы, жағы мықты, бірақ күресі жоқ, нашар. Оны ұстап алып, шалқасынан жатқызып, басын қайырып тастайды. Көпшілдің қателігі ғой енді. Бөлмені допингке қарсы күрес агенттігі Бірақ та тексерді. мен бұл жайлы ештеңе білмеймін. Шалқаттың ағылшынша Сұрамадым. тілі де келмейді. Трэш-ток жасайтындай. Әрине, маған да титуліне жекпе-жекке дейін өте жақын тұрмын. Сондықтан да тек қана маған жеңіс керек. Солайде арнасына қош келдіңіздер. Жеңіліс көрмеген Хамзат Чимаев біздің Шафқат Рахмоновтың күресі жоқ деген болатын. Бірге тыңдайық. Бейнемізді бастамас бұрын біздің қазақ бауырымыздың бастамасын қолдауларыңызды сұраймын. Олжас деген бауырымыз өз арнасында біздің бауырларымыздың және UFC-дегі ең қызықты жаңалықтарды айтады. Арнасына тіркеліп, солайде деп комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Астыдағы сілтемеден өтіңіздер. Ал біз бастаймыз. Қалың қалай, Хамзат? Бәрі жақсы. Мен қазір саған UFC жауынгерлерінің есімдерін айтамын. Сен оннан бірге дейін баға беру керексің. 10 ең қиыны, ал 1 ең оңайы. Шон Стрикланд. 5 деген баға қоямын оған. Біз онымен көп қырылыстық. Сөзге жатып алған, ал залда түк істей алмады. Мен оны мыжғылап тастадым. Израиль Адесanya. 5 немесе 6, ол да әлсіз. Оны ұстап алып, шалқасынан жатқызып, басын қайырып тастайды. Роберт Уитекер. 3 немесе 4, оны жақсы жігіт деп өтірік айтпаймын. Ол маған ұнамайды. Леон Эдвардс. Мүмкін 2-3 оңай жеңем оны. Шафқат Рахмонов. Жақсы жауынгер, стойкасы, жағы мықты, бірақ күресі жоқ, нашар. Ислам Махачев пен Хабиб. Бір уақытта шығасың ба екеуімен? Бір түрлі сұрақ екен. Ешкім 2 адаммен бір мезетте шықпайды UFC-де. Джон Джонс. 9 деген баға берем. Мен оны ұстап алып жатқызып тастаймын. Мәселе жоқ, түсінесің бе? Хамзат та көп сөйлейді екен. Біздің Шафқат пен Хамзаттың рекордын өзін салыстыратын болсақ, Шафқатта сабмишн мен 10 жекпе-жегін жеңген болатын, ал Хамзат болса тек 6 жекпе-жекті сабмишнмен жеңді. Бұндай сандардың өзі-ақ кімнің мықты екенін көрсетіп тұрған жоқ па? Сен қалай ойлайсың? Комментарияға өз ойыңды жазып кет. Ситибанк ыңғайлы банктардың бірі. Өзіңізге керек кредитная карта немесе банковское дело, кредитование, инструменты, қалаған функцияны таңдап, ішінен өзіңіз қалаған қызметті жасай аласыздар. Өте ыңғайлы, әрі де қарапайым. Кіріп көріңіздер. Енді біз тек Шафқат Рахмоновтың белбеу таққанын күтсек болғаны. Қандай қарсылас болмасын, біздің Шафқат бәрінде жеңеді деп сенеміз. Соңына дейін қарағандарға мында бір алғыс. Қазақ бауырларыңызды қолдап жатқандарыңызға көп рахмет. Қош, аман, сау болыңыздар.